Вассалату вассаламу аля расулилля, рабби шрах ли садри ва яссир ли амри, вахлул уқдатан мин лисани яфқаху қаули. Да, өткен бір хадистерге да бір тоқталайық. Енді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам арамызда жаңа қосылған жолдастарымыз бар екен. Үйде тәжірибе жасап көрдіңіз ба? Уксус пен балды алып. Уксуске, балға уксус қойсақ не болады? Качествосы жоғалтады, яғни балдық қасиетін жоғалтады. Сол сияқты дейді, адам бір жаман мінез құлықтармен әуестенген болса, не дейді? Қазақта бір сөз бар ғой. Әдет қалса, ауру қалса да әдет қалмайды дейді. Бірақ сол әдеттен арылу үшін бізге Алла Тағала пайғамбарымыз жіберген, да? Сол әдеттерді істеуге болады екен, өзгертуге болады екен. Қалай? Пайғамбарымыздың өмір баянын оқу арқылы, өмір тарихымен танысу арқылы бойымыздағы жаман әдеттерді жақсы әдетке өзгертуге болады екен. Тағы да бір мысал береді. Хадисте келеді, мынау дейді, суға дейді, суға. Мұзды салған уақытта дейді, сол мұз суға айналып кетеді, яғни еріп кетеді, дым қалмайды. Сол сияқты дейді, адам дейді, бойындағы қателіктерінен арылады, қалай жаман әдеттерінен арылады, жақсы әдеттерімен әдеттенсе. Яғни жаман құлық мінезді адамдармен дос болудан көрі, жақсы құлық мінезді адамдармен достасса, сол ортаға сіңіссе, онда мұз сияқты болып еріп, жаңағы жолдастарының жақсы мінез құлықтарымен істейді, өзіне әсер алады дейді. Не дедің жаңағы? Уксус. 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 Бал бар, балға уксусты құйсаңыз дейді, пайғамбарымыз хадисінде келеді, онда бал ерітіп, анау негізгі шипалық қасиетін жоғалтады. Балды Алла Тағала айтты, бізге шипа қылып жаратты, дұрыс па? Оған уксус құйып ішетін болсақ, ол шипа емес, керісінше у болады, уға айналады. Сондықтан сондай мысалды пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бізге көп келтіреді екен. Фаиза намата немесе калбура дейді, арразаил фи нафс. Офша дара руха. Егер дейді адамда бір жаман мінез өсетін болса, көбейетін болса, немесе онда оның зарары көп болады дейді. Адамға беретін зияны көп болады дейді. Сосын дейді, уаштадда ватафақама хатаруха. Және одан келетін, жаман құлық мінезден келетін адамға қауіп қатері көбейеді дейді. Адамға келетін қауіп қатері көбейеді дейді. Инсалаха ал-мар'у мин динихи кама янсалиху ариян мин сиябихи. Қалайша дейді, мынау адамның денесінде көйлек шешілетін секілді дейді, жаман мінез құлықпен ауырған адам, науқастанған адам, ол да дейді, бірте діннен шығып кетеді дейді. Сондықтан қазақта бір жақсы мақал бар. Нейді? Мұсылман болу әсте-әсте, кәпір болу бір пәсте дейді. Яғни, бір адам өткенде айттық қой, намаз оқу мүмкін, ораза ұстау мүмкін. Алайда құлық мінез болмаса, онда ол мұсылманшылықтан шығып қалу да ықтимал да, оп-оңай. Бір пәсте, бір мезетте діннен шығып кетуі. Қалай жаңа мысал келтірді, қалайша көйлек шешілген сияқты денеден дейді, сол сияқты адам бір кісі дейді, діннен оп-оңай шығып кетеді дейді, жаман мінез құлықпен әуестенген жағдайда дейді. Сол сияқты дейді, асбаха ад-дуауху лил-иман зуран фама қимату дини биля хулуқ дейді. Сол сияқты дейді, оның дұғасы дейді, иманына әсер етеді дейді. Дұғасы оның дұғасында ешқандай қима деген ешқандай құны жоқ, ешқандай бағасы да болмайды дейді. Намаз оқиды, дұға қылады, бірақ дұғасы қабыл емес. Неге? Өйткені оның құлық мінезі, яғни Алла Тағала ол
дұғасын қабыл етпейді, яғни кешіктіреді. Неге? Қай уақытқа дейін? Ол өзі өзгергенге дейін. Қай уақытта адам өзі өзгереді, сол уақытта оның дұғасы қабыл болғандардың қатарында болады. Құранда аят, анық аят бар оған, Алла Тағала не еді? Өткен дәрістерімізде айттық. Ла юғайируллаху қаумен хатта юғайиру ма би анфусихим. Алла Тағала бір қауымды, бір ұлтты, бір тайпаны өзгертпейді. Қай уақытқа дейін? Өздері өзгеруге әрекет қылмайынша. Қашан өздеріміз өзгереміз, сол уақытта ол мемлекетте, ол отанда, ол отбасында, ол ортада, ол қоғамда өзгерістер пайда болды. Яғни адамдар өздері өзгеруге әрекет қылу керек. Ал өзіміз өзгеруге әрекет болмайынша, бізді Алла Тағала өзгертпейді екен. Сол сияқты дейді, дінде де ешқандай не болмайды, құны болмайды, егер адамдарда құлық мінез болмаса. Яғни бір адам діндар болуы мүмкін, бірақ оның құлық мінезі болмаса, оның дінінде ешқандай құны жоқ дейді. Қалайша оның дінінде құны болады дейді. ويقول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه فهو منافق وإن صام وصلى والحج واعتمر وقال إني مسلم إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان رواه مسلم. Имам Муслим риуаят етеді, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам жеткен хадисте, имам Муслимнен бізге жеткен мұхадистерден мынандай бір адамдарды сипаттайды, суреттейді. Егер де дейді, бір кісіде дейді, мына бір үш белгі байқалатын болса, мейлі дейді, уа инсама, мейлі ол ораза тұтсын, уа салла, мейлі ол намаз оқысын, уа хаджа, мейлі ол хажылыққа барсын, уа атамара, мейлі ол умраға барсын, умраға бара берсін, уа қала инни муслим, мейлі ол мұсылманмын деп айта берсе, егер оның бойында мынау бір үш қасиет, үш бір сондай жаман нәрселер байқалса, онда ол мұсылман деп айту ол бекершілік дейді. Қандай нәрселер санайды? Ида хаддаса кадаба. Егер ол сөйлесе, өтірік айтады, жалған айтады. Ва ида ваада ахлафа. Егер уәде берсе, уәдесінде тұрмайды. Уәдесінде тұрмайды. Айттық қалдында. Арабтарда жаман қасиет бар. Қазір біздің ахиларда да көрініп жатыр, өкінішке орай. Аллахи биллахи таллахи деп Құран кәрімде айтуға болмайды. Аллах Тағала Құран кәрімде айтады, Аллахтың атымен кез келген нәрсеге уәд дейді ғой, уәде бере бермеңдер дейді. Кейбір арабтарда ол әдепке айналып кеткен. Сол үшін Құранда арабтарға қатысты нәрселер көп айтылады. Алланың атымен олар деп валлахи, валлахи деп, Аллахи биллахи таллахи деп айтады, бірақ жаңағыдай істерінде, сөздерінде тұрмайды. Сондықтан Алла Тағала оларға Құранда ескертіп жатыр. Бірақ оларға айтылған нәрсе бізге де тікелей немесе жанама қатысы бар. Сондықтан егер де пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады, бір адам сөйлесе, өтірік айтса, ол мұсылманмын деп айта берсін, ол намаз оқи берсін, ол хажылыққа бара берсін, ол умра қыла берсін, ол мұнафықтың белгісі болады дейді оның бойында. Уайда уағда, егер уәде берсе, ахлафа, уәдесінде тұрмайды. Мен саған бір неме істейін дейді, бірақ ол уәдесінде тұрмайды. Уайда утумина хана, егер оған бір аманатқа бір неме тастап кеттіңіз, айттыңыз, мысалға бәленбай уақыттан кейін мен келем, келесіз, бірақ ол аманатын жоғалтып қойған, жұмсап қойған, сындырып қойған, жөндемей қойған деген секілді. Онда ол хана деген хайын деген аманатқа қиянат жасаушы, сатқына немесе. وقال في رواية أخرى басқа бір риуаятта келеді, аятул мунафиқ саласы, аятул мунафиқи саласы. Мұнафықтың үш белгісі бар деп айтады дейді, белгісі. Аят деген мағынасында білеміз Құранда, аят деген ол белгі деген мағынасында. Мұнафықтың үш белгісі болады екен. Иза хаддаса казаба, сөйлесе өтірік айтады дейді. Ва иза ваада ахлафа, уәде берсе уәдесінде тұрмайды дейді. Ва иза ахада гадара, сізге келісім шартқа отырса, ол келісім шартты бұзады дейді.
сізге бір нәрсемен келіссе, қол алсаңыз, берсеңіз, немесе Құранда айтқандай, Али Имран сүресінде сізден уақытша бірдеме алды. Сіз оны алған неңізді жазып қойдыңыз. Алла Тағала бізге жазуды үйретіп жатыр. Мысалы, бәленбай миллион, бәленбай мың теңге, немесе доллар, евро сізден алдым. Алла Тағала не істеп жатыр? Бізге Құранда жазып қойыңыздар деп жатыр. Жазған жақсырақ. Біреулер айтуы мүмкін, ой, не істейсің жазып, сол үшін барып жүреміз ғой нотариальный контораға, юристке деп. Жоқ, бұл жерде аманат мәселесі бар да. Ертең ол адам өліп кетуі мүмкін. Сол кезде оған қиын болуы мүмкін. Қабірге ол бәрі сұралады ғой. Қазір мысалға жай қарауымыз мүмкін ол нәрсені. Кішкентай нәрсе деп қарауымыз мүмкін. 10 мың теңге, 20 мың теңге. Алайда ол оның мойнында қарыз болып кетсе, оның жағдайы біріншіден ауыр болады да. Біздің жағдайымыз, қарыз берген адам жағдайы дымда алмайды, бірақ оның есебі сұрауы бар. Сондықтан не дейді? Айтады, егер жаңағы уәделесе, қол алса, одан таяқ дейді. Таяқ береді дейді. Уаин салла, ол намаз оқи берсін. Уа сама, ораза тұта берсін. Уа азима аннаху муслим. Сосын ол мұсылманмын деп айта берсін, немесе ол мұсылман секілді жүре берсін дейді. Бірақ онда не алғы қорқынышты белгілер бар болады. Уақала кәзалика сөйтіп деп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтты. Арбаун, тағы да санайды. 4 бар, 4 нәрсе бар. Арбаун. Ман кунна фихи кана мунафиқан халисан. Егер де бір адамда осы 4 белгінің 4 белгі байқалса дейді, бір адамда ол мунафиқ халис, яғни таза мунафиқ болады дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады. ومن كان فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من المنافق حتى يدعها. ومن كان فيه خصلة деген качество. Араб тілінде качество. Бір адамда осы качестволардың біреуі болса, тіпті ол өзін мұсылманмын деп есептесе де, онда мұнафиқтың белгілері болады дейді. Ида утмина хана. Егер оған аманатқа бір нәрсе тасталған болса, оған қиянат жасайды дейді. Уайда хаддата, егер сөйлесе өтірік айтады дейді, кәзиба. Уайда ахада ғадара, манағыдай сөз берсе, сөзінде тұрмайды. Доғыр болса, келісімшарт болса, ол келісімшартты бұзудан еш тайынбайтын адам болса. Уайда хасама фаджара, немесе адаммен сөз таластыратын болса, немесе бір ұрыс керіске келетін болса, ол не дейді? Қаталдық көрсетеді дейді да. Мысалы, бір мәселеде сөзге келдіңіз бір адаммен. Ол не ашуланып, жаңағыдай, сізді ұраздайтындай, сондай халге кіретін болса, онда ол не екен? Мұнафиқтың белгілерін екен. Онда шадидул иқаб дейді ғой, адава, немесе сізге дұшпандық танытатын болса. Яғни, кешірім деген, мейірім деген нәрсе онда болмаса, онда ол да не екен? Ең қауіпті белгілерден екен. Қауіпті белгілерден екен. Фалейсат ал-ахлақу мин мавадди тараф аллати юмкину ал-истиғна анха. Енді ол ахлақ деген нәрсе бүгін керек, ертең керек емес дүниелерден емес дейді да. Бір заттар бар ғой, мысалы, бүгін пайдаланамыз, ертең оған қажеті де жоқ. Мысалы, 2 телефон бар. Біреуін пайдалансаң, екіншісін ысырып қоясың да, керек емес. Немесе үнемі сен компьютерді пайдалана бермейсің, дұрыс па? Бір күні жұмыста жүресің, бір күні балаңа беріп қоясың. Телевизор да солай. Бір күні қарамай қойсаң, дүниядан бір хабар алмай қойсаң, өміріңде ешқандай өзгеріс, үлкен бір айтарлықтай нәрсе орын алмайды. Бір әйтеуір бірдемеден қалып қоймайсың деп. Бірақ ауа әр уақытта керек. Жарық әр уақытта керек. Сосын не керек? Денеңе азық, қорек керек, су керек. Енді сен айтпайсың дейді, бұл ақлақ маған бүгін керек, ертең керек емес деп айтпайсың. Адам еш уақытта еш мүмкін емес дейді адам олай айтуы. Бәлхия усул хаят. Бәлкім дейді, бұл өмірдің іргетасы, асылы, негізі дейді. Яғни өмір сүру керек адам несімен? Жақсы мораль болса, этика болса адамда, нравственность адамда. Сондай қасиеттер, сондай белгілер болса, адам яғни
өмірінде де рахат, дүниясында да рахат, яғни қолынан бірдеме кетсе, дүниясынан бірдеме азайса, еш уайымдамай кеткен ол нәрселерге жүрекпен байланбаған болады, адам алысы. Усул хая, ақлақ болса, дұрыс ақлақ болса, адамда дұрыс құлық мінез болса, ол өмірдің негізі дейді, асылы дейді. Әллати яртадиха ад-дин. Бұны дін өзіне көйлек қылып киген. Я, дін неден тұрады екен? Дін ақлақтан тұрады екен. Адам дінсіз болып қалу үшін не жетеді екен? Ол көйлекті шешіп тастау жетеді екен. Ақлақ деген көйлекті, немесе шапанды, ертеда деген, яртади деген киіну. Сол көйлекті ихлақ қылса, яғни шешсе, басқа жерде инсалаха деді ғой. Оны шешіп тастау, ол денеден ажыратып тастау, ол нәрсені, онда дініңді, в общем, былайша айтқан кезде, неге адамды құрдымға алып келеді екен, Ал егер адам осы ақлақты өзінің дүниясында да, дінінде де негіз қылып алса, юхтарам зуиха. Сол кезде ол адамды басқалар ихтирам қылады. Құрметтейді. Ихтирам деген сөз араб тілінен бізге кірген сөз бар ғой, біздің қазақта не дейді? Ихтирамды. Құрмет басқаша қалайды? Жоқ, ихтирам сөзінде. Сөзбе сөз. Ілтипат. Ілтипат десе бола ма? Енді бұл ақлақпен қаруланған адамды құрмет тұтуға лайық дейді. Құрмет тұтуға лайық дейді. Ан Усама ибн Шарик. Усама ибн Шарик деген бір кісіден бізге бұлай риуат қылмады. Күнна джулусан, радиаллаху анху, күнна джулусан, мені қосып жіберу керек па, Роза апайды? Усама ибн Шарик деген кісі бұлай айтады: күнна джулусан инда наби саллаллаху алейхи салам. Біз дейді, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи саламның алдында отыр едік. Кааннама аля руусина тайру. Біздің басымызда құс отырған секілді. Ешкім дейді үндемейді дейді. Yani тыңдайды пайғамбарымыз сөз айтқан кезде. Үнсіз қалады дедік дейді. Біздің басымызда құс отқан секілді дейді. Егер басымызда құс отса, жыбырласақ, ол құс ұшып кетеді. Яғни сеспей пайғамбарымызды жыбырламастан тыңдап отыр едік дейді. Басымызда құс бар секілді. Ма ятакаллам минна мутакаллим. Бізден ешбір адам сөз айтпайтын дейді. Пайғамбарымыз сөйлеп отқан кезде. Изджааху унасу фақалу. Сол уақытта бір топ адамдар келді дейді. Ман ахаббу ибадиллахи илаллахи та'ала. Сосын сұрады дейді. Аллах тағаланың ең жақсы көретін құлдарының ішінде, Алланың құлдарының ішінде Аллаға ең жақыны, яғни Алла оларды жақсы көретіндері қайсысы деп сол адамдар, бір топ адамдар келді де пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламнан не дейді? Сұрады дейді. Қал ахсанухум хулуқан. Пайғамбарымыз айтты, кім деді? Мінез құлқы ең күшті болғаны дейді. Хасанухум хулуқан деп айтқан жоқ. Хасан деген жақсы деген сөз. Бірақ ахсан деп жатыр ма? Уже күшейтпейлер. Күшейтіп айтып жатыр. Ахсанухум хулуқан, олардың ішінде, адамдардың ішінде ең Аллаға жақыны және Алланың ең жақсы көретіні құлық мінезі жақсы болғандар, өте жақсы болғандар. Ат-Табарани деген келеді. Фи риуаяти, басқа риуаятта келеді: ма хайру ма у'тия инсан. Енді адамдарға берілген нәрселердің ішіндегі хайырлы нәрсе не екен? Адамдардың ішіндегі берілген хайырлы нәрсе не дейді? Екеуі бірден қосылмай ма? Адамдардың ішіндегі хайырлы бір нәрсе қалай қосуға адамдарға ең хайырлы берілген нәрселердің ішінде не нәрсе деп сұрайды дейді бір риуаятта. Сонда пайғамбарымыз жауап береді дейді. Бұл Ибн Хиббан риуаят қылады. Хулуқун хасан. Жақсы құлық мінез иесі.
адамға ең жақсы берілген нәрсе ол жақсы құлық мінез дейді. Дүнияда көп нәрсе берілуі мүмкін адамға. Дүния берілуі мүмкін, көлік берілуі мүмкін, коттедж берілуі мүмкін, мал берілуі мүмкін, түйе, жылқы, қой, яғни дүнияда барлық нәрселер, яғни адамға жақсы көрілген, нәпсісіне ұнамды нәрселер берілуі мүмкін. Алайда солардың ішіндегі ең жақсы дейді, құлық мінезі жақсы. Ең қайырлы нәрсе сол. Яғни сондықтан пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам дұға қылады. Аллахумма ахсин хулуқи кама ахсанта халқи. Аллахым, менің жаратылысымды сондай әдемі, көркем бейнеде суреттеп жаратқан секілді дейді. Менің құлық мінезімді да дейді, қандай қыла көр дейді, әдемі қыл дейді, көрікті ет дейді. Бұл дұғаны не істеуіміз керек? Үнемі айтып жүруіміз керек екен. Аллахумма ахсин хулуқи кама ахсанта халқи деп пайғамбарымыз дұға қылған екен. Бізге солай үйреткен екен. Уақала пайғамбарымыздан келеді, Ат-Тирмизи риуаят қылады келесі хадисті. Иннал фухша ва тафаххуша лейса минал ислам фи шейин ва инна ахсана наси исламан ахсанухум хулуқан. Ат-Тирмизи. Ал-фухш деген енді бұл тафаххушке, яғни жасайтын адамдар. Яғни фахиша жасайды. Фахиша тек іспен болмайды екен, фахиша сөзбен болады, фахиша іс-әрекетпен болады. Бұл жаман іс-әрекетті жасайтын адамдар дейді, ондай нәрсеге әуес адамдар, ол исламнан емес деп біліңіз дейді. Өйткені алдында хадисте айтты ғой, мейлі ол намаз оқысын, мейлі ол хажылыққа барсын, мейлі ол умра қылсын, мейлі ол ораза тұтсын дейді. Бірақ анау жаман мінез құлықтан айырылмаған адамдар, ол адамдар исламнан емес дейді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам. Имам Тирмизи риуаят қылып отыр. Лейса минал ислам фи шей, ол нәрселер исламнан емес өйткені. Ол нәрселер исламнан болмағаннан кейін, оны жасап жүрген адамдарда исламнан емес яғни. Мысалға түрлі жарылыстар ұйымдастырады. Көріп жатырмыз, ақпарат көздерінен. Түрлі топтар құрады. Тіптен одан қалды өткенде болған оқиға, Абу Ханифа батальон деген батальон құрғанды. ИГИЛ түріктерден құрылған бір топ Абу Ханифаның атын жамылып батальон құрған. Не үшін? Адамдарды өлтіру үшін. Не үшін? Қылмыс қылу үшін. Қандай ақылға сиятынына? Сыймайды ақылға. Яғни басқасы қорқып қалды, сондай ғалым ғұламалардың атынан исламды қаралауға еш тайынбайтын, сондай былайша айтқанда діннен емес, исламнан емес, исламға ешқандай қатысы жоқ адамдар сондай істеп жатыр, бұзғыншылық қылып жатыр шериғетінде. Ва инна расында дейді ахсан нас исламын, адамдардың ішінде исламы жақсы кімдер екен, діні жақсы адам екен, ахсанухум хулуқан, мінез құлқы жақсы болғандар. Өте жақсы болғандар. Ва суила айюл муъминина акмал иманан. Пайғамбарымыздан сұрады дейді бір күні. Пайғамбарымыз сұралды бұл мәселе жөнінде. Айюл муъминина акмал иманан. Қайсы бір мүминдер иманы толық болады деп сұрады пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам. Пайғамбарымыз жауап берді. Ат-Табарани риуаят қылады екен. Қала ахсанухум хулуқан. Олардың мінез құлықтары ең жақсы болғандары, міне олардың имандарының несі, белгісі, нышаны. Қайықтан білесің адамның иманы кәміл, жақсы, толық не екен, дәрежеде екен, оның амалдарының қарап білесің. Біреу қолмен, іспен басқаларға зорлық, зомбылық қылып жатса, дін атынан озбырлық қылып жатса, қылмыс қылып жатса, онда ойлап ол иманы қандай дәрежеде екен ойлауға болады. Өйткені пайғамбарымыз оның сипатын айтып кеткен. Пайғамбарымыз не айтты мұсылманды сипаттаған кезде? Өткен дәрістерден есімізге түсірсек. Оның тілімен де жазып. Ал-муслиму ман салима ал-муслимуна мин лисанихи ва ядихи деп. Болды. Яғни осы хадис жетеді. Адамның амал жасауына дінде жетеді. Біреулер бұлай
тілмен айту мүмкін, я мен мұсылманмын, анау мынау деп, бірақ ол жеткіліксіз да. Пайғамбарымыз әдемі айтып кеткен, әдемі не берген, анықтама берген. Мұсылман кім деген кезде жауап береміз біз мұсылман. Мұсылман кім? Басқа мұсылмандар, немесе өзге адамдар, оның тілінен де, қолынан да зиян көрмесе, оны мұсылман деп есептей береміз. Мейлі ол намаз оқымас. Сіздің көршіңіз бар, намаз оқымайды. Бірақ алайда ол өсек айтпайды, ғайбат сөйлемейді, адамдарға тілмен де, ісімен де зиян тигізбейді. Демек, ona мұсылмандық сипат бар. Бір адам бар, намаз оқиды, жаңа хадиске сүйеніп айтатын болсақ, ораза тұтады, қажылыққа барады, бірақ басқаларына зиян тигізеді. Екеуінің иманын сол нәрселерден айырып білуге не болады екен. Пайғамбарымыз өтірік айтпайды. Ол бәрімізге мәлім. وعن عبد الله ابن عمرو رضي الله عنهما يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ألا أخبركم بأحبكم إلي بأحبائكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة فأعادها مرتين أو ثلاث مرات قالوا نعم يا رسول الله قالوا أحسنهم خلقا إمام أحمد رواية قلادة كم قلادة رواية عبد الله ابن عمرو деген Allah ол әкесі екеуінен разы болсын радиаллаху анхума деген екеуі де пайғамбарымыздың сұхбатында болған пайғамбарымызға иман келтірген мұсылмандардан. Ол кісі айтады, Абдилла ибн Амр, самиғту, мен естідім дейді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламнан мәжілісінде болған кезде, әла ұхбирукум, мен сендерге бір хабар айтайын ба деді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам. Маған ең сүйікті болатындарыңыз деді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам. Және қиямет күнінде менің мәжілісіме, менің айналама ең жақсы, жақын болатындарыңыз қайсыларыңыз іштеріңізде? Содан хабар берейін бе деді. Сол кезде отырған адамдар, соны пайғамбарымыз және адаха маратайн ау саласа дейді. Пайғамбарымыз бұл хадисті айтып отқан кезде бір рет айтқан жоқ. Екі рет немесе үш рет айтты дейді. Яғни қайталады деп жатыр. Пайғамбарымыз бұл нәрсені сұрап жатқан кезде, адамдардан сабақ беріп жатқан кезде, тәлім беріп жатқан кезде, солай бұл хадиске өте ихтимам, өте көңіл бөліп айтты дейді. Көңіл бөлгені соншалық, оны қайталады пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам. Сосын адамдар, тыңдап отқан адамдар, наам я Расулалла, я Расулалла деп айтты. Қалу ахсанухум хулуқан. Яғни сіздердің ішіңізде ең жақсы құлық мінезді болған адамдарын ертең менің жанымда қиямет күнінде менімен бірге болады, және мен оларды жақсы көргендерден боламын деді. Келесі бір хадисті айтайық. Бұл хадисті жаңа айттық. Имам Ахмед ибн Хамбал риуаят етті. Келесі бір хадис. Вақал, пайғамбарымыз айтты: "Ма мин шейин асқал фи мизан ал-муъмин яум ал-қияма мин хулуқин хасан." Бұл ұзақ хадис. Ұзақ хадисін бұл да имам Ахмед ибн Хамбал риуаят қылады екен. Жалғасында: "Инна Аллаха якраху ал-фахиш ал-бази وإن صاحب حسن الخلق لا يبلغ به درجة صاحب الصوم والصلاة." Ең анау мизан, таразы бар ғой. Ертең қиямет күні таразы тартылған кезде, таразы қойылған кезде қиямет күнінде сол таразының басы келді ма, имам? Сол таразының басы дейді, ауыр тарататын уақыт болады екен. Соның өлшемін айтып жатыр пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам. Оның өлшемі қалай болады екен? Ма мин шейин асқал, еш нәрсе болмайды сол күні, ауыр нәрсе. Ол мизанның басын басатын нәрседен, күлдің ғой. Ауыр нәрсе не болады екен? Мінез. Соны айтады екен. Хулуқ хасан, хулуқин хасан. Жақсы мінез, құлық мінезді болған адамның несі, таразысы ауыр тартады дейді. Кім қаламайды ертең қиямет күнінде? Көркем мінез иелерін таразысы басымырақ болады екен, ауырырақ болады екен. Ойлай беріңіздер.
естіп тұрмын. Ойлай беріңіз деп естіп тұрмын дейді. Инна Аллаха якраху аль-фахиш. Расында осы хадистің жалғасында айтады, расында, анығында, шындығында Алла Тағала якрах. Карахия деген не? Жек көру. Макрух сөзінен келеді. Аллах Тағала жек көреді. Аль-фахиш. Фахиш деген не? Жаман нәрселер жасайтын. Ол айттық, іспен бола ма, сөзбен бола ма, басқа әрекеттермен бола ма? Әйтеуір бір жаман нәрселерге әуес адамдарды Алла Тағала жаман көреді, жек көреді. Әл-бәзи. Әл-бәзи. Ва инна сахибул хусн хулук ла яблугу бихи даража сахибул саум уас-сала. Енді айтады хадистің жалғасында, жақсы құлық мінез иесі болған адамның дәрежесі намаз оқыған, ораза тұтқан адамның дәрежесінен асып түседі. Жетеді жеткені былай тұрсын, және асып түседі. Ойлай беріңіз. Бір адамдар бар, өмір бойы намаз құлшылықта. Бірақ мінезі дұрыс емес. Яғни оның намазы, оның оразасы оны әлі жөндеу қойылмаған. Яғни былайша айтқан кезде жұмыс істеді, бірақ ақысын алуға келген кезде дымсыз қалды. Яғни шотында ешқандай не жоқ. Үлес түспеген, ақша жоқ, қаржы түспеген. Ойлады ол, мен банкке жинап жатырмын деді. Ойлады ойынша. Анау амал дәптермен жақсы амалдар жасап жатыр. Өйткені мен намаздамын, мен ораза тұтамын, мен басқалардан артықпын деп жүрген уақытта, бірақ мінезі келіспеген адам болса, онда не екен? Анау көршіміз бар, намаз оқымайды, ораза тұтпайды, алайда оның мінезі керемет. Пайғамбарымыз суреттегендей. Сондай мұсылман деген атқа лайық адам, сондай кейіпте өмір сүретін адамның несі, таразысы, жаман мінезді адамның таразысынан ауыр болады екен. Сауап жағынан ауыр болады екен. Уджуб дейді ғой, амалға сеніп. Уджуб дейді ғой. Адам сондықтан амалына сеніп қалмау керек. Амалға сеніп қалу ең қауіпті нәрселерден. Өйткені неге? Алла Тағала бізге бұрыннан беріп қойған бұл мүшелерді. Яғни бұл мүшелердің ақысын біз құлшылықпен өте алмайды екенбіз. Яғни тегіннен бізді жаратты. Біз заказ берген жоқпыз, тапсырыс берген жоқпыз. Дәме тапсырыс бердің бе, Ақтөбеде дүниеге келейін деп. Тапсырыс берген жоқсың. Ақтөбеде дүниеге келдің, дұрыс па? Әйтпесе тапсырыс беретін болсаң, қазір Астанада келейін деп тапсырыс беретін еді. Бірақ олай болмаймыз. Алланың қалауы болды. Алланың қалауымен өмір сүріп жатырмыз. Бірақ өзгеруге не бар екен? Мүмкіншілік бар екен. Дүниеге адам келгеннен кейін, балиғат жасқа жеткеннен кейін ақ пен қараны көрсетеді. Ақылына тараз деген нәрсені қойған Алла Тағала. Осы ақыл арқылы істейсің, әрбір нәрсені өлшейсің. Мынау дұрыс, мынау бұрыс, мынау әдемі Алланың құзырында. Пайғамбарымызға сүйкімді іс. Пайғамбарымыз жек көреді, Алла жек көреді деп, сөйтіп ақыл таразысымен салып, өлшейсің, таразыға тартады екенсің соны. Неге? Өйткені үлкен таразы келеді ертең. Үлкен таразыға тартылмай тұрған кезде, үлкен есеп қисап болмай тұрған кезде, қазірден бастап сол нәрсені істеуіміз керек екен, таразыға тартып өзіміздің ақылымызбен өлшеп қарау керек. Сол үшін шариғатта нақыл деген бар, ақыл деген бар. Ақылды істету керек шариғат. Ақылын істетпесе, ертең ол ақылдан сұра аласың. Нақыл бірінші тұрады. Құран, пайғамбарымыздың сөздері. Бірақ ол нәрселерді орындамасақ, ақылымызға салмасақ, пайғамбарымыз неге айтты ол? Неге ол нәрселерге өте көңіл бөлді? Неге ол хадистерді 2 немесе 3 мәрте қайталады деп оны сүзгіден өткізбесек, онда ол ақылымыз істен шығып қалады бір күні. Сондықтан дәлел шариғатта нақыл, сосын ақыл бөлінеді. Кітаптан аласың, Құраннан, хадистен аласың мәтіндерінен, және ақылмен
сол нәрселерге пайғамбарымыз айтқан нәрселеріне тоқтау керек. Раваху Абу Хурайра радиаллаху анху ани наби саллаллаху алейхи вассалам куриму аль-му'мин динуху ва марвиятуху ақлуху ва хасабуху хулуқуху. Мумин адам қалай құрметке бөлінеді? Дінімен, марвиятихи, сосын айтқанымен, еткізгенімен, және ақылымен, және есептелуімен, немесе өзінің есептеуімен, және құлық мінезімен. Яғни осы нәрселер болса, ол адамды құрметтеуге болады. Яғни құрметке лайық яғни болады. Алланың алдында да, адамдардың алдында кімдерді құрметтеуге болады екен, сондай мүминді құрметтеуге болады екен, немесе ол құрметке лайық болады екен, оның дініне қарап құрметтейсің бірінші. Айтқанына қарап құрметтейсің. Сосын ақылына қарап өлшейсің, мынау деген сондай бір көреген адам екен деп айтасың. Сосын оның жақсылық істерімен, хасабу, сосын оның нәсәбімен, асылымен жағын сұрайсың ғой, ұруың кім, әкең кім, шешең кім деген сияқты, онымен де құрметтейсің, және оның құлық мінезімен. Мынау жаңа айтады ғой, бір жақсы адам болса, жақсы тәрбиелі бала болса, атаңа рахмет дейді. Ата көрген дейді, әке көрген оңжалар, ана көрген топ ішер деген сияқты. Атаңа рахмет сені осындай қылып тәрбиелеген. Ал жаман бала болса, атаңа лағнет деп отыр. Атаңа лет деген сөз біздегі араб тілінен лағнет деген сөзіне келген. Неге атасына айтады? Өйткені тәрбие соның тәрбиесін көрген. Мысалға, өзіміз темекі шегіп жүріп, балаңа темекі шекпе десем, өте ме сөзің? Өтімді бола ма? Өтімді болмайды ғой. Өтімді болмайды. Ол жаман әдеттен өзің арылуың керек. Өзің арылған кезде оған сөзің өтімді болады. Сосын әкесінен көрген ол да жасайды. Неге үзіліп қала береді? Бәрін қалай болсады? Тамам бір хадисті оқиық, сонымен бітірейік. Раваху Абу Зардан риуаят қылынады. Қаулуху саллаллаху алейхи вассалам, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам сөзі. Қад афлаха ман ахласа қалбаху лил иман. Қад афлаха. Афлаха деген не? Қад афлаха ал-муъминун. Фалах па? Фалах деген жоқ қой. Хайя алал фалах. Құтылу. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламнан Абу Зар риуаят қылады. Мынандай адамдар құтылады дейді. Қад афлаха. Сөзсіз мынандай адамдар құтылады. Ман ахласа қалбаху лил иман. Кім-де-кім иман үшін жүрегін тазартса, яғни иманға жол берсе жүрегінде. Иманға жүректе жол бар екен, немесе жүректе дүнияға жол бар екен. Бірақ дүния істерін тәрк ет деген мағына шықпайды бұл жерде. Дүнияны тәрк демейсің, дүнияны тәрк етуге болмайды. Алайда сол дүния істерін, ақиреттің істерін табуға себепші болу керек екен да. Дүнияға жүрекпен біз кәсіппен кәсіппен байланасың, адал кәсіп қыласың, бірақ оны жүрекпен байлануға болмайды. Өйткені ертең өлімнің аузына келген кезде ол бәрі бізді тастап кетеді. Қабірге бізге еріп баратын нәрселер не қабірге? Достарың барады, туысқаның барады, жолдастарың барады, барлығы барады. Отбасың барады, қабірдің аузына дейін барады. Сосын келген кезде еріп келеді де, ол жерге келгеннен кейін істейді, қалып қояды, тастап кетеді сені, көрмеді де, аурулай, жаңағыдай, жуындырады, кебіндейді, дұғаңды оқиды, сапқа тұрады, сосын аппаратта құм салады да, мағассалам дейді саған, сен қалып кетесің. Сосын сұрақ басталады. Сол уақытта сені құтқаратын не екен? Жаңағыдай амалдар. Бірақ қандай амалдар екен? Намазың ба? Намазға сенуге болмайды. Оразаң ба? Оразаға сенуге. Жақсы амалың, құлық мінез. Құлық мінезі барлар айтып жатыр. Міне, қад афлаха ман ахласа қалбаху лил иман. Иман үшін жүрегін тазалаған адамдар
құтылады дейді. Уажа'ала қалбаху салиман, және жүрегін ауыртпағандар. Жүрегін ауыртпағандар не болса сонымен лайламағандар. Уалисануху садиқан, және сөйлеген кезде тура сөйлейтіндер. Өйткені тіл жүректің тілмашы. Переводчигі, аудармашысы. Солай ма? Намир Хазірет? Я, солай екен. Жүрегінде не болады қанақтан біледі адамдар? Сөйлеген сөзінен біледі. Айтып қалдым да хадисте. Адам жақсы сөйлесе, ол жақсы үйдің баласы екен, жақсы отбасынан шыққан екен, үлгілі жанұяда тәрбие алған екен деп, саған әкеңе де, өзіңе де, шешеңе де, атаңа да дұға қылады. Ал үлкен кісілерге құрмет көрсетпесең, айналаңы бәрін қырып жоятын болсаң, онда не? Лағнет етеді. Сондықтан уажа'ала қалбаху салиман, жүрегі таза болғандар, ауырмағандар, салим деген таза, ауырмаған. Уалисануху садиқан, тілі шын айтатын. Ва нафсуху мутмина, мутмина. Нәпсі рахат. Көп нәрсеге бас ауыра бермей. Ала би зикриллахи татмаинул қулуб. Құранда айтып жатыр, жүректер Алланы зікір қылумен, Алланы еске алумен, Алланы ұлықтаумен, Аллаға мадақ айтумен орнықпай ма, яғни жақсы не істемей ме? Рахаттанбай ма? Жүректер соңғы қалай рахаттанады екен, Жүректер Алладан қорыққан кезде иман істейді екен, иманның ләззатын сезеді екен. Және дейді, وَخَلِقَتُهُ مُسْتَقِيمًا, Ибн Хиббаннан риуаят бар. Және оның жаратылысында, ісінде, әрбір амалында мустақим, тура, истиқамада болады. Истиқамада, тура да болады. Тура жүреді. Яғни ешкімді соқтықыспайды. Ешкімнің ала-жібін аттамайды. Көрші ақысын береді. Туысқанның ақысын береді. Дұрыс па? Туысқанның ақысын беру деген не нәрсе? Қалай сөйлесің, Дамир? Аман келді, қалайсың, Дұрыс, жақсы қарым-қатынасы. Алыста болса, қоңырау шаласың. Наурызбен құттықтайсың. Көрісу күні деп айтылған бүгін. Көрісе алмайсың сені. Көрісу деген жақсы нәрсе. Ассаламу алейкум деу жақсы нәрсе. Жаман ба не? Жақсы. Құранда сәлем беріңдер дейді. Пайғамбарымыз сәлем беріңдер дейді. Бидғат емес. Сәлем беру бидғат па не? Жоқ қой? Көрісу несі бар? Күнде көрісіп бар. Мұқтажы бар шақықтан бесін. Саған мұқтаж шығар ол. Сенің дұғаңа мұқтаж шығар. Сенің ықыласына мұқтаж шығар. Сенің уағызына мұқтаж шығар. Көруге де мұқтаж болды. Көруге де мұқтаж. Аңсайды, неге келмей кетті екен? Мүмкін маған ренжіп қалды ма екен? Менің сөзім өтіп кетті ме екен? Алдына бір қатты бірдеме айтып жібердім ме екен? Ол да ойлан. Өйткені ол туысқандық қатынас бар. Сол сияқты достарымның хаққысы бар, дұрыс па? Кластастарымның жинап алып бір шамалы жақсы сөз айтса, ол жарым біріс болады, дұрыс па? Ауылдың тұрғындарының хаққысы бар, дұрыс па? Рүстембек, ауылда тұрамыз, ауылдықпыз, дұрыс па? Ауылдың хаққысы бар екен, ауылында хаққысы бар екен. Сосын қай жердің хаққысы бар? Тұратын көшенің хаққысы бар. Анау көшеде өтесің күнде, оның жолдың да хаққысы бар, Жолда бірдеме жатса, алып таста, ол да иманнан, пайғамбардың хадисінде, дұрыс па? Садақаның несі, имандықтың белгісі. Адамда иман болса, оны алып тастайды. Имансыз болса, маған бәрі қайта тартып қояды, ешкім өтпесін деп. Бәле болды ғой. Әрі бері өте берді ғой деп. Хақ деген мәселе өте үлкен нәрсе. Сондықтан бүгін көрісіп отқан адам ертең көріспеуі мүмкін. Сондықтан әрбір адаммен кездесіп отқан кезде бүгін соңғы көрісім деп ойлауымыз керек та. Дұрыс па? Сондықтан кетіп отқан кезде ақынды адал қыл деп сұрауым керек. Хақымызды халал қылыңдар. Сондықтан мұсылман хақыңды халал еттім деп айту керек. Ол бір жай әңгімеде болсын, былай да болсын, немесе алыс-берісте болсын, сауда-саттықта болсын, сауда-саттық қылған кезде, базарға барған кезде сіз арзан қылып алғыңыз келеді, ол да өзінің істемесін ойлап тұрады, пайдасын,
ол жаурап тұр, тоңып тұр уже, мысалы жауын шашынға төзіп мысалы, ыстығымен жаңағы несімен салқынына. Бірақ сен базарға барасың, арзан алғың келеді. Бірақ Абу Ханифа олай болмаған екен. Қымбатын алуға ұмтылған екен. Өйткені ол тауардың несін білген, құнын білген. Жолдың машақаты бар, пойыздың ақысы бар, самолеттің ақысы бар деген нәрселер. Ол кезде енді қараңыздар, кемемен келеді, жылқымен келеді, түйемен келеді. Сосын товардың өзінің несі бар? Ақысы бар. Құны бар. Йеменнен келеді. Йеменнен қанша товарлар келген мысалы үшін. Парсы елінен келеді мысалы үшін. Сондай нәрселерді ескеру керек екен. Дұрыс енді китайский товарға арзан хақын бересің, бірақ французский духилерге Русланбек қымбат баға бересің, Саудаласу керек, бірақ иә, саудаласу керек, бірақ сен де ренжімеу керек, ол да ренжімеу керек, орта жолды табу керек. Сосын жаңағыда айтуым керек, ақынды адал ет деп. Сол сенің мұсылмандығының белгісі. Кеше бір оқиға болды, сол оқиғаны айтайын, бітірейін. Бір адам, бізде болған оқиға, біреудің машинасын, аулада тұрған машинасын сызып кетеді. Сызып кетеді де, ана жерге телефон жазып кетеді. Мұсылман адам істеп жатыр. Сызып кетеді, телефон жазып кетеді, жаңа несін жазып кетеді, жаңа Фейсбуктағы жаңа емайлын бәрін жазып кетеді екен. Иә, сосын шынымен іздейді екен, ана сызылып қалған машина, сызылып қалған көлік, сызылып қалған адам, әйел адам іздейді екен да, ол білмейді, әйел ма, ер ма, әйтеуір сызып кеткен. Сосын асығып кетіп жатқан, байланыс телефондарын бәрін тастап кетеді. Фейсбуктан қарайды, бар екен сол адам. Сосын телефон соғады. Өзі таңқалады екен, ана телефон алады екен, сосын сөйлеседі екен, арада сосын айтады, мен жаңағыдай қазір уақытым жоқ еді, бірақ сізге кейін қосымша хабарласам, сіздің ақыңызды орнынан келтіремін деген. Ана адам таңқалады екен. Көрдіңіз бе? Сондай амалмен адамның мұсылман екенін дәлелдейді. Тайып тұрмай. Бақытбектің машинасын біреу сызып кеткен, қашып кеткен, бірақ олай болмайды. Сызсақ, ол имам бола ма, ол жай адам бола ма? Сызсақ, не істеуіміз керек? Тоқтап. Бәріміз сұрамыз. Бәріміз сұрамыз. Дүнияда оны жөндеу оп-оңай. 10 мың кетер, 15 мың кетер, бірақ ақиреттің сау қалады. Дүнияңнан бірдеме келуі мүмкін, бірақ ақиретпен салыстырғанда бұл дүния бүгін бар, ертең жоқ. أقول قولي هذا أستغفر الله وأتوب إليه